Қайырлы күн, менің тоқыма каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір осындай бір сыммен екі носкиді қалай қатар тоқимыз, сол туралы көрсетемін. Ол үшін бізге қазір жіп керек. Іліп аламын, қарапайым әдіспен іліп аламыз осылай. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Мен 22 ilmek ilip aldım. Şimdi biz bir sımımızды босатамыз. Енді біз бұны бағырай, аяқ жағына қарай осылай жылжытып қоямыз. Енді біз екінші жібімізді алып, бұны да қазір енді біз 44 ilmek аламын бұдан. 2, 3, 44 ilmek ilip aldım. Енді біз осы бір сымымызды қайтадан босатамыз. Енді біз 44 жібімізді 2-ге бөлеміз қазір. 22-ден. Жиырма екіден бөлеміз ортасынан. Ортасынан бөліп алдық. Қазір қатарға қайтадан 22 ilmek іліп аламын. 1, 2, 3, 4, 21, 22. 22 ilmek ilip aldım. Енді біз айналдырып қазір тоқитын боламыз. Резинка алып тоқимын. Екеуін оң, екеуін теріс қылып тоқимын. Екеуін теріс, екеуін оң тоқып отырмын. Екеуін теріс тоқып шықтым мен. Енді біз мына жібімізді қоя тұрамыз, ауыстыра аламыз былай. Енді біз екінші жібімізді алып тоқимыз. Бізден ilmekтеріміз айналып кетпеу керек. Біркелкі болып тұру керек. Бұны да осылай резинка алып тоқимыз. Екеуін бірдей қылып, кейін тартамыз. Екеуін екі носкиді қатар тоқып шығамыз. Бір сағатта екі носки тоқимыз сонда. Екеуі бірдей болып шығады. Өлшеп отырмаймыз. Екеуін оң, екеуін теріс тоқып отырмын. Оң тоққанда жұмысшымыз ар жақта тұрады.
Міне біздің нәскиіміз. Мына жақтың жібі. Мына жақтан тоқимыз. Айналдырамыз. Енді біз оңнан аяқтанбай, енді терістен бастаймын. Жерде де теріспен бастаймын. Жаңа 10 мен аяқталғаннан жерде. Екеуін 10, екеуін теріс тоқып отырамыз. Ұзындық, керекті ұзындыққа дейін осылай тоқып аламыз резинкасын. Оны теріс қылып тоқып жатырмын. Екеуін 10, екеуін теріс. Мына қатар тоқып болдым. Енді мына жіпті тоқымай осылай қойып қоямын. Екінші жіпті алып тоқимыз енді. Екінші жіпті алып тоқимыз. Міне екі носкиді осылай қатар тоқимыз. Көрсеткенім түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қазір біз өз бетімізше керекті өзімізге керекті қонышын ұзын қыласыздар ма, қысқа қыласыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Міне біздің носкиіміздің қонышын тоқып жатырмын. Бетіне осындай узорлар салып жатырмын. Арт жағын осындай резинканы арт жағын резинка қылып, алдыңғы жағын узор қылып тоқып жатырмын. Артқы жағын бірге бір, екіде екі резинка қылып тоқып жатырмын. Екеуін теріс, екеуін оң қылып.
носки тоқып біттім. Енді бұл жіпті бағырай қоямын. Да, мына жіппен алып тоқимын. Осы жіптен алып тоқимын. Алдыңғы жағын бірінші қатарда барлығын 10 тоқып аламын. Енді мына жіпті қоя тұрамыз да екінші жіппен тоқимыз. Екінші носкидің жібімен тоқимыз. Бұнда да қазір барлығын 10 тоқимыз. Арт жағын резинка алып тоқимыз. 2-10, 2 теріс. Қазір өз бетімізше тоқып алайық. Енді біз узорымызға келдік. Узорымыздың графигі осы 3 жіптен тұрады. Бірінші бір мен екінші жіптің ортасынан осылай жіптеліп аламыз. Одан кейін бір жіпті осылай іліп аламыз. Одан кейін осы 3 жіпті бірге тоқимыз. Осы 3 жіптен бір ілмек шығардым. Қайталаймыз. Екеуінің бір мен екінші жіптің ортасынан жіптеліп аламыз. Одан кейін үшеуін бірге тоқимыз. Үшеуін бірге тоқып, бір ілмек шығарамыз. Екі жіптің ортасынан жібіліп аламыз. Бір жіпті жайылып аламыз. Одан кейін үш ілмегімізден бір ілмек шығарамыз. Қайталаймыз. Біздің узорларымыз осындай болады. Барлығын қазір осылай тоқимыз. Екінші айналған кезде барлығын 10 тоқып шығамыз. Жіпті оны тоқыным жай. Біздің носкиіміздің узоры осындай болады. Алдыңғы жақ беті. Енді мына жіпті біз
Lağra koya turamiz da ikkinchi noskimizni to'qiymiz. Ikkinchi noskimizni de osылай to'qiymiz. Екі жіптің ортасынан бір ілмек тіліп аламыз. Жіп тіліп аламыз. Одан кейін мынау үш ілмегімізден бір ілмек шығарамыз. Барлығын осылай тоқып аламыз. Noskimizning endi qonishini to'qib bo'ldik. Qonishini to'qib bo'ldik. Endi biz archag'ini ko'taramiz. Biz endi ikki oldin to'qmaymiz, артын gana to'qiymiz. Archag'in barlig'in 10 ilmeklarмен to'qiyveraman. Осы 10 ilmeklarмен to'qiyman. Ikki жағынан da 10 ilmeklarмен. Noskida қатар тоқып отырмын.
салсайық, қазір өзімізге керекті размерге дейін тоқып аламыз. Міне біз нәскеміздің арт жағын көтеріп алдық. Енді біз табанын шығаратын боламыз қазір. Ол үшін біз қазір тоқыма қоя тұрамыз. Біз қазір бірінші бір нәскенің табанын шығарып аламыз. 3, 4, 5, 7, 8. Үшеу. Ортасына 6 жіп қалдырамыз. Біреуін тоқымай іліп аламыз. Қалғанын 2, 3, 4, 5, 6-шысын екеуін бірге тоқимыз. Айналдырамыз. Біз енді қазір ортасындағы 6 жіпті ғана тоқимыз. 2, 3, 4, 5, міне 6-шымен мына жақтан бір жіпті қосып, осылай тоқимыз. 1, 3, 4, 5, 6-шын бірге тоқимыз. Біз осы 6 жіпті ғана тоқып атымыз қазір. Екі жақ шетінен қосып алып, қысқартып атымыз. Барлығын қазір осылай тоқып шығамыз.
Emіз нәскеміздің табанын шығарып болды. Енді дәл осындай қылып екінші нәскидің де табанын осылай шығарамыз. Енді біз екі жанынан ілмектерді қазір қосып аламыз. Ол үшін біз қазір 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына жерден 8 ілмегімді қайтадан қосып аламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ілмегімді қайтадан қосып аламын. Енді алдын тоқимын. Алдын узормен тоқи беремін. Екі ілмектің ортасынан бір жіптіліп алып, үшеуін бірге тоқимын.
Şimdi 8 ilmek qo'shamiz. Kadınlar